Жеткіншектің күнделігінен психологиялық портрет. 36 айдың 30-ы 2001 жыл. Біздің үйде бүгін той. Ағам ешкімге ескертпестен қыз алып қашып келді. Бұл жаңалыққа әжем ғана дән риза. Немерем ерлік жасап деп келіп кеткен қонақтарға мақтанудан жалғар емес. Анамыз болса алдын ала айтпадың деп ашуланғансып, алжапқышын шешпестен көрші маңайдан ыдыс-аяқ жинап кеткен. Бірақ ұлына іште риза, онысы құдағи болған үшін ғана емес, бұл шаңырақтың табалдырығын ең алғашқы рет қыз бала аттап отыр. Анда-санда әжемнің келетін болмаса, бұған дейін үйде әйел заты дегеннен өзі ғана еді. Енді ойламаған жерден көмекші табылды. Бала дегенде қосыл ғанатын, міне олар да ержетіп жігіт бопты. Қыз бала туралы баяғы арман алдынан айдай жарқап шығып, қырықты еңсерген кеудесін қытықтайды-ау, аздап толқып тұр. Ағамның айтуында сенсек, жеңгемді бір жыл бұрын көрші ауылдағы би кешеніне барғанда сыртынан байқап қалған екен. Тіпті таныспапты да, кейін есімінің Назым екенін естіп, орайы келгенде алып қашыпты. Бүкіл өмірін бірге өткізетін адамды таңдауы осыншалықты асығыстық не керегі бар? Қалай қорықпады екен? Таң атпастан анам оятып алды. Содан бері абыр-сабыр, ауылдың бәрі үйге құтты болсын айтып келіп жатыр. Бірақ Назымды апаларым кеш қарайғанға дейін көндіре алмады. Ағам ашуланып көнбесе осы бауырыма бере салам ғой деймін, керек пе саған деп қояды. Бұл оның дандайсығаны ғой. Бірақ сол мезетте жүрегімді өзіме белгісіз сезім шабақтап кеткен рас. Жаугершіліктен жеңіспен оралған батыр ағам атына өңгеріп әкелген айдай сұлу аруды алдыма тастай салғандай абдырып та қалдым. Бір сәтке көз алдыма еліктің лағындай қорғансыз қыздың ырысыз айтқаныма көніп басын төмен салып тұрған елестеп, қолымда адам өмірін тұтқасы тұрғандай болып кетті. Бұл сезімнен көпке дейін айырыла алмай қойғанымды несіне жасырайын. Енді жеңгемнің жүзін көруге асықтым. Әуестік деген әуреге сап көп ұзамай Назым отырған бөлмеге әлден іздегендей еніп, ұрлана қарап, келбет көркіне көзімді салдым. Кірпіктері өте ұзын екен, тал шыбықтай талдырмаш, бойына өрілген бұрым ерекше жарасады. Ағарған таңдай аққұба жүзі, құралай көзі, қарлығаш қанатындай қиылған қасы, жұп-жұқа ерні, шебер Құдайдың айрықша салған суретіндей. Шынымен бағыз замандағы ханшайымдай. Қабырғаға арқасын сүйеп, тағдырына сене алмай жылап тұр екен. Терезе сыртындағы жарық әлемнен тығылған көлеңке қос анарын одан сайын айқай түсіп, қиял айдын қыдықтады. Ол бетінде сырғанақ тепкен жастарын жеңмен сүртіп көмектессеші дегендей жалынышты көзін төңкере қарап қалған сәтте жанарымыз шағылысып, бөлмеден қалай шығып кеткенімді байқамай қалдым. Еліктің құралайы ма дерсің, жан дүнием астан-кестен, әлі де солай. Тіпті осы жазып жатқан жазуларымның арасын қарап тұрған сыңайлы. Сыртқа шығып өз-өзіме келе алмай бірер уақыт есеңгіреп жүрдім де қойдым. Содан соң ағамды айналшықтап, әлсіз әзілдеріне өтірік күліп, жанынан қалмай жүріп алдым. Мүмкін бағана айтқан сөзін тағы бір рет қайталар деген жаман дәме шығар мүмкін. Назым жайлы қызу әңгіменің маңына магниттей тартылдым ба білмеймін. Ағам танымастай өзгерген, тіпті есерсоқтау болып кеткен бе қалай? 3 жас кіші туған бауырымен жасты қызды алып қаштым деп кеудесін кереді ғой. Онысы несі? Жазықсыз қызды жылатып, осындай күйге дейін талайын алдағаның аз еді. Өз қатарласа жетпегендей мақтаншақ неме. Көнбегенде ше қайда барар дейсің, деді ағам. Таң аттың сұрағын соңына дейін таңдамастан. Мен де жігітті тауып алсын, әрине жинау алаңдама деп қаладан келген бақыт нағашым. Көнеді ғой, 9-шы сыныпта аяқтадым, енді колледжге оқуға түсемін деп жоспарлап жүр екен. Бірақ оқыған сыныптастар айтты, ойбай, ол қалаға кетсе, қолға түсе ме түспей ме, не де болса алып қашайын дегенім ғой. Не десең не болар, іс болды, боғын есіп қайтесің. Бастысы қыз үйде қалған еруында, дұрыс, жігітсің деп тыңдап тұрғандар қолдау көрсетуде. Алып қашып келгенде басын изеп көне салғаннан гөрі жалына қол тигізбей аздап тулағанына жақсы. Қуғыншылар келді ме, деді нағашым тұтақтап тұрған әңгіме ауанын басқармаға бұрғысы келіп. Ерғали ағам жанында бір-екі адамды ертіп таңертең шығып кеткен. Ауыл арасы алыс емес. Қазір келіп те қалу керек деп ағам жекесін қасыды. Бұнысы мен үлкен қадам жасадым, бәрінің себепшісін деген мақтанышқа ұқсап кетті. Тіпті екі аяғын алшаңдатып, мұрнын шүйірі жан-жағына қарағаны, құрдастарының сөзін бөліп, құрғақ әзілдер айтқысы келгені, кей кезде уайымдаған болып, қабағын шытқаны, барлығы да бүкпесіз мақтан тұрғандығы емес пе? Бағанағы өтірік ашуланғаны болып, осы қызды саған бере салам ба дегенде соның бір көрінісі-ау. Қуғыншылар түсауа келіп, Назым отырған бөлмеге апыр-топыр кіріп шықты да, дастархан басында енді маңдайына жазылған осылай болса, көнеміз дағы, бастысы жастар бақытты болсын деп оң қабақ танытты. Онысы қайтып келген қыз жаман дегенде естілді. Алдарына ет қойып, қымыз құйылған соң, не үшін келгендерін ұмытып кеткендей самбырлап, тілектерін айтып, 2-3 сағат қонақ болып, күн қырыға иек артында ғана есің барда еліңді тап деп ауылдарына кетуге қамданған. Құтыла алмай жүргендей жастар бақытты болсын деп жамырасады өздері. Қызымызға обал болды-ау, жылап отыр-ау деп бір айтпайды. Құда-құдаша кетер аяқ десіп қызыл көліктеріне тиеліп алды да,
маңдайды шаңдатып тайып тұрды. Түнде ағам үйге қонған білмеймін. Әдемі қызды қолға түсіріпсің деп олардай шулаған жағымпаз құрдастарымен үйдің маңында жүрген шіркін. Назым жанына жолатпай екеуі бір-бірінен одан бетер жек көріп кетсе екен. 7 ай 2010 жыл. Көрші қолаңның кемпірлері бақытты бол деп Назымның беттерінен шөп-шөп себесін шығарды. Ауыл адамдары қызық, ұят емес пе? Күні бойы солар үшін өзім ыңғайсызданып жүрмін. Назым болса тағдырымен келіскендей басын изей береді. Дегенмен әлі де өзінің бір үйдің келіні екенін сене алмайтын сияқты. Келіннің қолынан шай ішейік деп үйге кіріп жатқан ағамның құрдастарымен бірге баруға батылым бармады. Назымды көргім келіп тұрса да, бірақ кешкісін қаладан келген қонақтармен дастархан басында отырған Назымның қолынан шай іштім. Көзіне тіктеп қарауға батылым жетпей, кесемді ұсына бере саусағынан ұстап қап, бүкіл денем мұздап сала берді. Сол күн мен жылай алмайды екем. Адам қатты ғашық болса ағыл-тегіл жылайды деуші еді. 7 айдың 2-сі 2010 жыл. Бүгін Назым біздің үйге және менің әлемімде енгеніне 3-ші күн болды. Мен 3 күн өмір сүргендеймін. Мен үшін 100 жыл қинауда жүрген сияқтымын. Түні бойы тыңдаймын, күні бойы өз-өзімнен тығылам. Назым, қандай әдемісің. 7 ай 2010 жыл. Бүгін ол анама көмектесу үшін алғаш рет сиыр саууға шықты. Мен тығылып қалуға үлгермедім. Әр нәрсені шұқылап ештеңе болмағандай киіп танытқым келді. Құлағым шулап, жүрегім аузыма тығылды. Қарамайын десем де қараймын. Жерде жатқан тұсамысты көтеріп орнына жаттым да, ұрлана көз тастасам, мені шақырып тұр екен. Сөйлеп тұр, бірақ дауыс естілмейді. Керең болып қалғандаймын. 5-6 қадам жердегі жеңгемнің көмектесіп жібересің бе дегенін алыстан ақ талып жетеді. Басына таққан орамал қандай жарасымды, кірпігіне кірпігім ілігіп қалғандай. Мен Эйнштейннің хаос теориясын есіме алдым. Жердің бір шетіндегі көбелектің қанат қаққан, екінші шетінде дауыл тұрғызу мүмкін. Оның кірпік қаққаны менің жүрегімді дауыл тудырып жатты. Көмектесіп жібересің бе деді тағы да. Шошып оянғандай селк етіп, бұзауды тартып кеттім. Сыңғыр етіп күлгені қандай, жан-жағыма 1,000,000 теңгелер шашылып сұрықсыз әлемде нұрландырып жіберді. Жанарын ашып жұмып қос қанатындай қалың кірпіктерін қағып ұшып кете ме деп қорықтым. 7 айдың 4-і 2010 жыл. Таңертең кеш ояндым. Жуынып алып дастархан басына келсем, Назым отыр екен. Екеуміз шай іштік. Біз құрдас екеуміз деді ол, тыныштыққа жан бітіріп. Мен сені өткен жылы Қарқаралыда көргенмін. Сені қазақ тілінен олимпиадаға келмеп пе едің? Иә, сонда екеуміз танысқанбыз есіңде ме деп жымиды. Осы кезде Назымға ғашық екенін түсіндім. Сол күні Назым жұмыстан келген ағама қолын беріп бетінен сүйгізді. Еркелескеніне ме қалай? Олар бөлмелеріне кетіп қалды. 7 ай 5-сі 2010 жыл. Адамның басына неше түрлі келеді екен. Ол мен туған ағам емес пе? Және де Назым мені жақсы көрмейді ғой. Санамды жаулап алған сезім не түрлі күдікті ойлардың құрсауынан босатар емес. Тіпті жазып отырған күндегімде де күмәнмен қарайтын болдым. Күндегі деген иесінің сырласы дейді. Ол сырласатындай тірі адам емес пе екен? Мен өзіме жазып отырмын емеспін бе? Әлде кімге біреу оқысын деп жазып отырған жоқпын. Не үшін сонда? Өзіммен өзім сөйлесу үшін бе? Яғни күндегі деген екінші өзім болғаным ғой. Иә, сөзімнен өзім қорқа бастадым. Бұл күндері жүрегінің айтқандарын тыңдағысы келмейтін су жүрек қорқақ сорлы екендігімді түсіндім. Адамдардың ақ-қара, жақсы жаман болады, болмайды сияқты өздері қалыптастырған шектеулерден соқпағы бақытсыздықтан басқа ешқайда апармайды. Адамзат бақытқа жетеміз деп адасып жалғыздықтан апаратын жолға түсіп кеткен. Немесе адамзаттың үстінен билігін жүргізіп отырған әлдебір ұйымның мәңгүрттік жоспары бұл. Жаман деп жүргеніміздің барлығы жақсы, жақсы деп жүргеніміздің де барлығы қате, түзу емес деп бөледі. Түзудің барлығы бірдей, түзу еместердің әрбір әртүрлі, яғни әрбір ерекше деген сөз. Түзу ең қысқа жол, қызықсыз. Түп-түзу жолдан келген кез келген адам тез жалып кетеді. Адам неге боранда қалып үсті бөлгенде ыстықтап киімдерін лақтырады? Неге ақ түсті таза дейді? Ол ең суық түс қой, тіпті түстің жоқты емес пе? Бос кеңістік. Неге қара түс жаман? Ол барлық түстің қосындысы емес пе? Яғни ең бай түс. Біз адамдар шексіз мүмкіндіктеріміз бар екен әлде білмей жүреміз. Бұл жазғандарымды біреу оқып қойса, мен есінен шатыса бастаған деп түсінетін шығар. Мейлі, бірақ менің есім дұрыс. Әрине, есі ауысқан адамға өзін саумын деп айтады. Өзін-өзі сендіріп алдағаннан кейін басқаларды үгіттеу үшін жанталасқандағы әрекеті дерсіздер. Әлде шынымен солай ма екен? Иә, Назым мені жақсы көрмейді екен.